Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл. Бүгін біз бәріне белгілі өте нәзік болып келетін молочная девочка тортын пісіретін боламыз. Сгущенка мен жұмыртқаны қосамыз. Разрыхлитель мен ұнды бір-біріне араластырып аламыз. Сосын жұмыртқа мен сгущенканы араластырып отырып, ұнды екі бөлікке бөліп отырып саламыз. Екінші бөлігін саламыз. Осылай кальциямен де немесе сызып алып та құйсаңыз болады. Өте жұқа болу керек. 1,5 қасық салдық. Менде кальцияның диаметрі 20 см болып келеді. 150 градуста 10 минут пісіреміз. Достар, әркім өзінің пешіне байланысты қарап отырып пісіріңіздер, әйтпесе күйіп кетуі мүмкін. Менде пісіп шықты. 13 штук шықты менде. Ары қарай кремге сливки мен сахарный пудраны араластырып аламын. Пропитка жасау үшін ыстық су мен сгущенканы араластырамыз. Мен тағы да кальцияға жинадым. Кальциясыз да жинасаңыздар болады. Бірінші пропитканы құйып аламыз, сосын үстіне крем жағамыз. Әрбір коржды осылай салып отырып, пропитка мен кремді жағып отырамыз кезекпен кезек. Бетін пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышқа 4-5 сағатқа қойып қоямыз. 4-5 сағаттан кейін кальцияны алып, жан-жағындағы керек емес кремдерді алып тастаймыз. Сосын крем жан-жағын қаптау үшін творожный сыр мен сахарный пудраны араластырамыз. Үстіне сливки құйып, крем жасаймыз. Бірінші осылай жағып аламын. Өте нәзік болып келеді, сондықтан кішкене кремді жағу қиындау болады. Шпательмен тегістеймін. Тортымыз дайын, достар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода осы үстіндегі оформление шариктарды жасауды үйретемін.